Барлықтарыңызға сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен есімім Камила. Мен шашымды әдемілеп боядым. Өте ағарып кетеді мен шашым. Негізі 15 жастан бастап, шынымды айтайын, 15 жастан бастап мен шашым ағарады. Кейбір қыздарға қызығам. Ешқандай краска боямайды, шаштары ағармайды. Жақсы да, керемет. Ал мен болсам апта сайын боямын. Бұрынғы краскалар қайта жақсы еді. 3 апта, 4 апта тұратын, ал қазіргі краскалар қазір өте нашар, даже бір аптаға да жетпейді. Қайта шашты осылай бояуға тура келеді. Міне қараңыздар, шашым бәрі ағарып кетті. Ұят қой енді, шашын боямасаң да айтады, сразу айтып шығады. Шашың ағарып кетіпті ғой деп далаға шыққан кезде адамдар, коллегаларында тоже шашың ағарып кетіпті, боямайсың ба депті. Мысалы, дұрыс қой, бояйсың, бірақ негізі шашты бояған сайын, білесіз ба, ол зиян, ол химикат. Мысалы, шашты бояған сайын бастағы раковый клеткаларды оятады екен және көбейтеді екен. Сондықтан мен көп бояғым келмейді, амал жоқ, енді бояу керек. Коллегалар бар деген сияқты, жұмыс орын бояуды талап етеді, в общем. Ал достар, мен сіздерге айтайын дегім, қазір енді ыстық, жаз мезгілі, ыстық, қолтық бәрі терлейді, в общем. Қолтық терлегеннен кейін енді білесіздер, сасиды, жағымсыз иістер шығады. Сол қолтықтан жағымсыз иістерден қалай арылу керектігін сіздерге айтамын қазір. Жағымсыз иістерден ол өте арзан тұрады. Аптекаға барсаңыздар 100-200 теңге тұратын шығар, бағасын көрмеген, бірақ енді үнемі аламын. Кәдімгі перекись водорода. Перекись водородан капля түрін алсаңыздар болады. Мен әшейін спрей түрін алдым. Аптекадан достар, мен осындай спрей түрін алдым. Перекись водородан спрей түрін алған себебі мен гүлдерге шашамын. Оны келесі видеода сіздерге көрсететін боламын. Бұл спрей өте арзан тұрады, перекись водорода. Сіздерде ватный диски болса, онда тіпті жақсы. Менде ватный диски жоқ, сондықтан мақтана салдым. Достар, мен бөліп алдым. Осы мақтаға енді спрейді шашу қажет. Осылай перекись водородан жақсылап тұрып шашып аламыз. Дымқыл болу керек, енді жақсылап шашып аламыз осылай. Осы жерде мен микрофон өшіп қалды. Енді мен былайша айта беретін болам. Енді осыны жақсылап ватный диски болса, тіпті жақсы жаңағы перекись водороданы шашып алғаннан кейін қолтыққа әдемілеп жағу керек. Содан кейін барып, негізі түнде жасаған дұрыс. Оны душтан кейін түнде жасасаңыз тіпті керемет. Аптасына 2-3 рет осы процедураны жасасаңыз, онда ешқандай да қолтық сасымайтын болады. Ал достар, мен каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, және подписаться етейік, комментарий қалдырып кетіңіз. Содан кейін қазақ тілді контентті біркелікті қолдайық, және осы видеоны барынша таратайық.